Баршаңызға қайырлы кеш. Бүгін ашытылған қамыр қосылған тағам жасаймыз. Ең алдымен етімізді жұқалап төртбұрыштап турап аламыз. Сосын табаға газымызды қойып, өсімдік майын құямыз. Сосын етімізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Етімізді қуырып болған соң су құйып, баяу отта піскенше бұқтырамыз. Етіміз піскеннен кейін ірі қылып туралған пиязымызды салып 2-3 минут қуырамыз. Сосын сәбізімізді де салып, оны да 2-3 минут қуырып аламыз. Сосын орам жапырақты саламыз. Ең соңында болгар бұрышын салып 2-3 минут қуырамыз. Сосын өз қалауларыңызша томат, аджика немесе кобра салып жүрсеңіздер болады. Мен аджика салдым. Сосын татымына қарай тұз, қара бұрыш саламыз. Барлығын жақсылап араластырғаннан кейін су құйып, бетін жауып, баяу отта 15-20 минут бұқтырамыз. Сосын қамырымызды жаямыз. Кез келген қамырды қолдансаңыздар болады, яғни ашытылған қамыр, бауырсақтың немесе пиготиктің қолдансаңыздар болады. Сосын видеодағыдай жіңішке етіп домалақтап жаямыз. Сосын видеодағыдай орап қоямыз. Қамырларымызды жайып болған соң үстіне өсімдік майын жағамыз да жаңағы жасаған подливіміздің үстіне тізбектеп қоямыз. Сосын баяу отта жарты сағат пісіріп аламыз. Осымен біздің тамағымыз дайын. Жасап көріңіздер, өте оңай әрі дәмді.